Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен творожный пирог дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады және бір жасағаннан ойыңыздағыдай шығатын рецептпен бөліспекшімін. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға тіркеліп алыңыз. Алдымен пирогымыздың қамырын дайындап аламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқыш және қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін салқын сармайымызды осындай бөліктерге бөліп, ұнымызға салып, жақсылап қолымыздың күшімен езіп, крошка жасап аламыз. Ұн мен майымызды біріктіріп крошка жасап алдық. Енді осының үстіне бір жұмыртқаны салып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дәл осындай көріп тұрғандарыңызда жұмсақ қамыр болып шығу керек. Егер уақыттарыңыз болып жатса, холодильникке 10-15 минутқа қойып алсаңыздар болады. Егер уақыттарыңыз болмаса, мен сияқты бірден ұнның көмегімен жая берсеңіздер болады. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, оқтаумен табамыздың көлеміне қарай жайып аламыз. Мінекей қамырымызды жайып алдық. Енді табаға орналастыратын боламыз. Табамен де осындай асты алынатын таба, диаметрі 26, биіктігі 3 см. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, табаға орналастыратын боламыз. Пирогымыздың көрінісі өте әдем болып шығу үшін қамырын бір тегіс етіп, барлық жерін бірдей етіп басып шығамыз. Шетіндегі бортиктарын кішкене табадан шығарып көтеріп аламыз. Сонан соң дәл видеода көрсетілгендей етіп оқтаумен немесе пышақпен бір тегіс етіп кесіп аламыз. Сонда бортиктары тегіс болып әдем болып шығады. Одан бортиктарынан қалған қамырларды астына салып, қолымызбен тегістеп басып жібереміз. Мінекей осымен біз табаға орналастырып алдық қамырымызды. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына сүзбелі ірімшік, яғни творог қосамыз. Оның үстіне қаймақ саламыз, қантын саламыз. Сонан соң 3 жұмыртқа және өз қалауларыңыз бойынша кішкене ванилин қосып, осындай блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Мінекей салмамызды біркелкі етіп езіп алдық. Енді лопатканың көмегімен жақсылап араластырып жібереміз. Блендермен езгенде біздің массамыз көпіршиді, сондықтан да лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, көпіршіктерін өшіріп жібереміз. Енді жаңа дайындап қойған табамызға құйып, 170 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан да 20 минуттан кейін қарап бақылағаныңыз жөн. Салмамызды табаға құйғаннан кейін де осындай көпшіктер болып жатса, дәл видеода көрсетілгендей тәсілмен алып тастағандарыңыз жөн. Өйткені пешке салып пісіргенде бірінші болып осы көбіктері күйіп кететін болады. Мінекей осымен біздің творожный пирогымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдем болып пісіп шықты. Бұл пирогтың жасалу жолы маған ешқандай да қиындық тудырмайды. Сондықтан да сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан ойыңыздағыдай шығатынына сенімдімін. Бұл пирогты мен тапсырысқа жасағандықтан өкінішке орай сіздерге кесіп көрсете алмаймын, бірақ өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыздар.